Қашан сендер пайғамбардың жұбайларының бірінен бір нәрсені сұрап келген болсаңдар, фас'алухунна мин вараи хижаб дейді. Хижаб деген сөз перде. Енді бүгіннен бастап пайғамбарымыздың жұбайларынан бір нәрсені сұрап келетін болсаңдар, перденің артынан сұраңдар дейді. Құрметте бауырыңның әйелін дейді. Перде. Үйіне келіп сұрағанда перденің артынан сұрайсың дейді. Раббың осылай белгіледі да перде қойды. Жаңағы адамдар шығып кеткеннен кейін анасы, жас өспірім бала, пайғамбарымызға қызмет жасап жүрген. Әрдайым пайғамбарымыз қасында жүреді. Жаңағы пайғамбарымыздың кез келген жаңағы анамыздың үйіне кіріп шығып жүре береді, қызмет жасап деген. Енді осы жолы Зайнапқа үйленген кезде пайғамбарымыз салсынан ана кісілер шығып кеткеннен кейін мен де кіріп келе жатыр едім, пайғамбарымыз бір пердені тұтты дейді есікке. Сөйтіп мені мен өзінің арасын пердемен бөліп тастады дейді. Сол күннен бастап мен перденің ар жағына өте алмайтын болдым дейді. Тәртіп. Бұны Алла Тағала осылай тәртіп қойды. Неге? Өйткені әйел ол сенікі. Ол сенің інжуің. Сыртқа шыққан кезде оны сыртына перде тағып қояды Алла Тағала. Үйде жүрген кезде есіктің артынан сөйлеседі. Алла Тағала өзіне иман келтірген әйелді осылай қадірлейді, осылай қорғайды. Анау теңіздің астындағы інжудің өзін Алла Тағала қалай жаратқан? Қабыршақтың ішінде жатады. Ол інжулердің өте керемет формада жаратылғаны бар. Теңіздің астында, түзу домалақта. Кейбіреулер кішкене басқашалау болып тұрады. Оларды егелеу керек болады әлі. Бірақ екеуі де қабыршақтың астында. Яғни сұлу әйелдер де болуы мүмкін, онша сұлу еместер де болуы мүмкін. Бірақ екеуі де Аллаға не болып отыр? Екеуі де қадірлі, иман болған. Екеуі де қабыршақтың астында да. Сондықтан Алла Тағала осы аятпен хижаб мәселесі парыз етілді. Хижаб деген сөз перде. Қоғамда хижаб деген сөз біреуге намазға перде. Киім киетін кезінде ол кимешек жаулық. Ол жамылғы. Алла Тағала өзіне иман келтірген әйел құлдарды солай қорғап қоюды қалады. Әр түрлі жаман көздерден, әр түрлі жаман сөздерден, недостойный еркектердің көздеріне көрініп не болды дегендей нәрседе. Ол өзінің күйеуінің көзіне ғана бағанағы інжу сияқты қабыршағынан ашылады. Күллі жарығын, сәнін, мәнін сол жерге келтіреді. Сыртта ол басқа еркектерге ұнамайтындай формада жүреді. Алланың қалағаны осы. Сыртта ерлер ол нәрселерді кейбір адамдар иман келтіріп жағы дұрыс болмағаннан кейін түсіне алмай, мыналар ұнамайды маған осындай дейді. Ол саған ұнамау үшін киініп жүреді асылы. Солай жасап қойған Алла Тағала. Міне осы нәрсені түсіну керекпіз да. Сондықтан енді бұдан кейін пайғамбардың әйелдерінің үйлеріне барып, олардан бір нәрсені сұрайтын болсаңдар, енді перденің артынан ғана сұраңдар. Ар жағында не жатыр Раббымыз бұның? Қараңыздар. Зәликум атхару лиқулубикум ва қулубихинна. Ана жүректеріңнің дейді, өте жаңағы тап-таза болуына. Жүректеріңнің ең тап-таза болуына ең ыңғайлы жол осы дейді. Менің білімім осылай шешті дейді. Ал бар ма біреудің білімі бұдан кейін Құдайдың білімімен жарысатын? Бар ма? Ойлаңыз. Менің білімімде деді ғой. Бас иеміз біліміне. Менің білімімде жүректеріңе ең таза жол осы дейді. Ей, иман келтірген ерлер, сондай-ақ пайғамбардың әйелдерінің жүректеріне де ең таза жол осы дейді. Бүгіннен бастап құрмет мәдениеті басталады. Құрмет. Кеше кімді көрдіңіз ба? Зайд ибн Хариса. Ажырасып пайғамбарымыз салсырам Алла Тағаланың бұйрығымен Зайнапқа барып сөзімді жеткіз деп барған кезінде, үйіне барған кезде әдеттегідей есікті ашып өйтіп кіріп келе жатында, сосын Зайнап көрінген кезде бірден арқаммен тұра қалдым дейді. Уже басталып отыр құрмет, қараңыз.
біреу бастығыңызбен арасында бір субординация болады дегендей нәрселер болады ғой. Соны сол жерде жасайсың. Аталар мына жақта жаса деп отыр. Әрбір жаңағы қараңыз қалай жасалып жатыр. Аят түспестен мұсылманның жүрегін көрдіңіз бе қалай істеп жатыр? Шын Алланың дидарын іздеп жүрген жүрек. Мынау аят түспестен амал жасап жатыр. Мынау істеген істі Заидтің мына кейінгі мына түсіп тұрған аятқа сәйкес келіп қалды. Пайғамбарымыздың әйелі ғой деп бірден тез бұрылып кетті деп былай. Сол сияқты құрметті жамағат. Өз қоғамымыздың әйелдерімізді солай қадірлемесек біз, жаңағы бауырларымыздың әйелдерін, ол бітті ғой, кім қадірлейді одан кейін оны? Исламды жек көретіндер өзі былай да сөйлейтін сөздерін төгіп жатыр нешедір. Сен қадірлемесең, сенен кейін кім қадірлейді бұны? Кімге керек болады ол нәрселер?